Рамазан айында 1000 айдан да кайырлы болгон Кадыр түнү жасырылган. Сол Кадыр түнүнүн болуу мүмкүн, ыктымалдыгы жогору түндөр кай күндөрдө экенин мына хадистер баян этеди. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. İmam Bukhari'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Кадыр түнін Рамазанның соңғы ондығының тақ күндерінен іздеңдер. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда, жасап жатқан ізгі амалдарымыз бен дұға тілектерімізді қабыл етіп, баршаларымыздың құлшылықтарымыз бен дұғаларымыздың Кадыр түніне сәйкес келуін нәсіп етсін. Рамазан мүбарак болсын.